Ассалаумағалейкум ағайындар, YouTube желісінің көрермендері. Бүгін неге басқа видео салып жатыр деп ренжімеңіздер. Жалпы өзімнің басымнан өткен жағдай болғасын, сіздерге де пайдасы тиер деп түсіріп жатырмын. Жалпы жігітке жеті өнерде аз дегендей, қолдан келгенше өзің жасаған жақсы барлық жұмысты. Адамның істеген адам істейді. Сіздерге де пайдасы тиер деп түсіріп жатырмын. Мынау Nexia 2 8 клапан простой мотор. Машина айдап жүргенде өзінен өзі оборот аңырап 3-4 оборотқа дейін көтеріліп жүргізу мүмкін болмай қалды. Сосын мен адамдардан сұрастырып, неден болатынын сұрастырғанда, ол мына холостой датчиктен болады деп айтты. Бұл холостой датчикті мына екі бомбтың екі жағына шешсең, штекерді айырасың да, холостой датчик шығады былай қарай. Сосын мен базардан новый осындай холостой датчик әкеліп салып, орнына салып, машинаны қыздырғанда, баяғысы баяғыдай болды. Машина тағы да оборот көтеріліп кетті, 3-4-ке дейін. Жүргізу мүмкін емес. Сосын заводской враг шығар деп бұл холостой датчикті тағы да жаңасын алдым, екіншісін алып әкеліп салдым. Сосын машинаны тағы да от алдырдым, тағы да баяғыдай оборот көтеріліп кетті, 3-4 оборотқа дейін. Жүргізу мүмкін емес. Сосын мен ойландым, жан-жақтан сұрастырдым, бұл неден болуы мүмкін. Содан іздестіріп сұрастырғанда, бұл холостой датчикті салудың өз әдістері бар екен, жолдары. Оны мен сіздерге қазір айтамын. Өзімнің басымнан өткен жағдай болғасын. Бірінші машинаны сөндіреміз. Сосын мынау машинаның аккумулятордың клеммасын ажыратамыз, айырамыз, қайсысын болса да біреуін. Мен минусты айырдым сол кезде, клеммасын айырдым. Сосын мына холостой датчиктің штекерін ажыраттым, штекерін айырып қойдым. Аккумуляторды клеммасын ажыраттық, штекердің, холостой датчиктің штекерін айырдық. Содан кейін машинды кемінде 5-6 минут қою керек, полный бәрі отключен болғанша. Машин 5-6 минут қойдық машинды. Сосын аккумулятордың клеммасының орнына салдық. Одан кейін холостой датчиктің штекерін орнына қойдық. Сосын машинның кілтін ашып, қайта сөндірдік. Қостым, сөндірдім, қостым, сөндірдім, қостым, сөндірдім 3 рет. Содан кейін машинды қыздырдым. Машина бәрі өз қалпында, жақсы қызып тұр, оборот орнында, норма. Бұл менің басымнан өткен жағдай, достар. Сіздерге де пайдасы тисе, біз қуанышты боламыз. Мінекей, егер Nexia машиналарыңыз болса, холостой датчик ауыстыратын болсаңыздар, осылай жасап көріңіздер. Каналға жазылыңыздар, достар. Тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Аман сау болыңыздар.